My doll's house. Hat. 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 Бас киім, шляпа. Dress. 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 Көйлек. Plate. 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 Тарелка. Fork. 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 Шанышқы. Spoon. 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 Қасық. Енді балалар, оқулығыңыздағы осы бетті ашып, берілген қуыршақтың заттарын бояйсыздар. Көйлегін, шляпасын, шанышқыны, қасықты және тарелканы. Одан кейін мына сөйлемдерді дәптерге жазып аласыздар. 5 сөйлемді. Мысалы, the hat is blue. The dress is pink. The fork is blue. Purple. The plate is pink. Сол сияқты өздеріңіздің бояған түстеріңізбен мына жерлерге бояуды қойып шығасыздар. Ал мына тапсырманы қалай орындау керек? Көріп тұрған заттарды, сөйлемді оқып, қанат белгі немесе X белгісін қоясыздар. Мысалы, that is a dress. Дұрыс па? Yes. That is a plate. Мынау тарелка ме? Бұл тарелка дейді. Дұрыс па? Жоқ. That is a fork. Бұл шанышқы. Дұрыс па? Жоқ. Осындай тапсырманы орындап алғаннан кейін Activity book жұмыс дәптерлеріңізді ашасыздар. Ондағы 71-ші бетпен мынандай жұмыс жасаймыз. Мұнда read and tick. Мұна қанат белгіні мына жерге қою керек. Көріп тұрған бірінші суретте shoes, бала shoes бізде ол туфли, аяқ киім. Hat, бас киім. Coat, пальто. Қайсысын белгілейсіздер, ойланамыз. Екінші суретте shoes, dress, hat. Қайсысы? Ойланамыз, белгілейміз. Үшінші суретте не көріп тұрсыздар? Dress, hat, shoes. Тағыда мына жерге көріп тұрған заттарымызды белгілейміз. Екінші тапсырмада match color. Мына 3 қуыршақтың ыдыс аяғын бояймыз. Бірінші, that is a blue fork. That is a red plate. That is a green spoon. Сау болыңыздар.